Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Алматы қазақтың астанасы, ұйғырдың ашханасы, орыстың баспанасы деген сөз болатын сол жылдары. Совет заманында 90 жылдың Қазақстан егемендігі алып 90 жылдың ортасына шейін қазақтарды Алматыға астанасына кіргізген жоқ десе болады. Бір жазушы ақын айтқан екен: бермесең бермей-ақ қой баспанаңды, бәрібір кетпеймін тастап астанаңды деген сияқты қазақтың зиялы қауымдарына да, жай халыққа да Алматыға кіруге, тұруға неофициально рұқсат болған жоқ. Қазір кісілер ойлайтын шығар, жастар, қалай деп? Алматыға келесің, кіресің, жұмысқа тұрасың, жүре бересің деген сияқты. Ол кезде олай емес. Соны қалай кіруге болмағанын мен сіздерге түсіндіріп айтайын. 80 жылдары совет заманында жеке меншік деген болған жоқ. Кез келген дүкен, столовый, басқа мекеме барлығы өкіметтік болды. Жеке частный деген, ТОО, ИП деген, частный компания деген болған жоқ. Барлығы өкіметтікі болды. Енді қазіргідей қалада жай жүріп, бір сауда саттық жасап өмір сүре алмайсың. Ол кезде міндетті түрде өмір сүру үшін жұмыс істеуің керек. Тағы бір жағдайы, жұмыс істемесең соттайды сені. Жұмыс істемей жұмыс жүруге болмайды. Жұмыс істесең кез келген жер өкіметтік мекеме. Магазинге тұрсаң да, қай жерге жұмысқа тұрсаң да, барлығы өкіметтікі. Қазіргідей базар, толған кафе, толған неше түрлі сауда орталықтары ол кезде жоқ. Магазиндер сағат 6-ға шейін, 7-ге шейін ғана жұмыс жасайды. Енді Алматыда 4-5% ғана қазақ тұрды Алматыда. Жалпы қалада студенттер ғана қазақтар көрсетіп тұрған. 86 жылы көтеріліске шыққаныңғай студенттер ғой, сол қазақтар тек студенттер болды, және рабочий дейді, рабочий общагаларда тұрды. Жаңа жұмыс общагаларында, жатақханаларында. Енді жыл сайын бәленбай мың мектеп бітірген жастар Алматы қаласына оқуға келеді. Соның бәленбай мыңы түспей қалады оқуға. Бірақ Алматыда қалғысқылар келеді. Не істейді? Алматыда қалу үшін жұмысқа кіруің керек. Жұмысқа ешқай жерге қазақты алмайды. Өйткені прописка деген пәле бар. Паспорт ол кезде үлкен, қазіргі загранпаспорт бар ғой, сол сияқты паспорт. Соның ішінде мөр тұрады. Сенің жаңа қай жерде прописка тұрғаның. Соны қай жерге келсең де, сенен бірінші сұрайтыны: пропискаң бар ма дейді. Я, бізге осындай маман қажет дейді, бірақ сенде прописка бар ма? Прописка жоқ десе алмайды жұмысқа, бітті. Ешқай жерге жұмысқа алмайды. Еріксіз қайда барады? Бүкіл қазақ, жаңа оқуға түспей қалған жастар, әскерден келген жастар барлығы стройкаға барады. Стройка не заводқа барады, ауыр жұмыстарға барады. Сменмен істейтін сондай ауыр жұмыстарға барады. Мен мысалы 89 жылы әскерден келіп Алматыға келдім. Жұмыс іздедім, жұмыс таппадым, ешқай жерге жұмыс қалмайды, тек қана стройка, заводқа барасың. Сөйтіп мен стройкаға жұмысқа кірдім. Стройкаға кірсең, сменмен жұмыс істейсің, ауыр үй саласың. Бүкіл жаңағы рабочий общагалардың бәрі толған қазақ. Общежитияға прописка, общежитиядан орын береді. Бір бөлмеде 3 бала, 4 баладан тұрасың. Общежитиядан жаңағы сол общежитияға временно прописка береді. 1 жылға ғана береді. 1 жылдан кейін жұмыс басына барасың да справка аласың: мен жұмыс істеп жүрмін деген. Сен 1 жылға тағы да созады. Сөйтіп 5 жыл сөйтіп временный пропискамен жүресің. Ол временный пропискамен басқа ешқай жерге жұмыс қалмайды. Сен стройкада істеп жүрсең, временный пропискаң бар, болды. Временный пропискаңды көрсетіп, басқа жаққа барсаң, сен жұмыс қалмайды. Егер жұмыстан шықпасаң, сені сразу пропискадан шығарып тастайды. 5 жылдан кейін временный прописка бітеді, сені постоянный прописка қояды. Тағы 2 жыл постоянный пропискада тұрасың. Сөйтіп 7 жыл бір жерде стройкада, не заводта жұмыс істесең, сені квартираның очередіне қояды. Тағы да кемінде 5 жыл, 6 жыл жұмыс істеу керек квартира алу үшін. Сонда 10 жыл кемінде жұмыс істеуің керек квартира алу үшін. Ал енді 3 жыл жұмыс істеп, 4 жыл жұмыс істеп, 5 жыл жұмыс істеп, жұмыстан шықпасаң, бітті. Басқа жерге барсаң, қайтадан временный пропискаға 1 жылға қояды. Сөйтіп 5 жыл сайын қайта пропискаға тұрып 5 жыл тұрасың. Сосын тағы 2 жыл жұмыс істейсің, сонымен 7 жыл болғанда сен квартираның очередіне қояды.
сөйтіп жаңағы бүкіл қазақ солай болды. Бүкіл стройка толған қазақ. Мы вам построим город дегенді білмеймін. Біз стройкада жұмыс істедім. Мен бірінші СМУ Медеострой деген жерде істедім. Кейін АДК-ға ауыстым. Бірақ біздегі стройкада үй салып жүргендердің бәрі қазақ. Орыстар болды, өте аз болды. Көбінесе жеңіл жұмыс жасайды. Бірақ олар жыл сайын 3 бөлмелі үй алады. Жыл сайын 3 бөлмелі алады. Сол үшін жұмыс жасайды. Сол 3-4 рет 3 бөлмелі үй алып алады, 3-4 жыл жұмыс істеп, сосын кетіп қалады. Ешкім ештеңе дей алмайды. Мен істеймін, кеткім кім сені ұстайды. Жыл сайын олар үй алады. Өйткені оларда прописка бар. Олар жұмысқа тұрған бетте сразу квартираның очередь тұрады. Бір жылдан кейін 3 бөлмелі алады. Ол 3 бөлмелі қайда жібердің десең, балам атына жазып жібердім дейді. Келесі жыл тағы 3 бөлмелі алады. Оны не істедің десең, қызым атына аударып жібердім дейді. Сөйтіп жыл сайын 3 бөлмелі алып отырады. Олар ал бізге временный прописка, біз очередьте жоқпыз. Сөйтіп жаңағы 10 жыл 15 жылдан стройкада жүрген қазақтарды көрдім. Сосын шаршайды да, 10 жыл жұмыс жасайды да, ой мен жасым келді, 20 жасымда осында келгем, немесе 18 жасымда осында келгем, 28-ге келдім, жүрегім бостай қаңғып үйленеді де ауылдарына кетеді. Біздің общежитиядан 2 общежития болды, қатар-қатар тұрған, жылына бір 200 бала үйленіп жаздың күні ауылына кетеді. 10 жыл жұмыс істеп стройкада. Соның орнына 200 жаңадан бала келеді. Оқуға түспей қалған, не әскерден келген жаңадан балалар келеді. Толтырады. Солай жыл сайын ауысып отырады. Жылына 200 бала кетеді, 200 бала кетеді. Общежитияда бір шамамен 600-700 бала тұрады шамамен. Точно қазір білмеймін. Шамамен солай бала тұрады. Міне осылай біздер жаңағы квартира ала алмаймыз, қалаға кіре алмаймыз. Қаланың ішінде 5% қазақ болды. Бір рет микрорайон ішіне өтіп бара жатып, тоқтап бір жерге отыра салып едім, демалып алайыншы 5 минут деп. Мені жүгіріп келіп сразу қуып жіберді. Мына жерде отыруға болмайды қазақтарға дейді. Бұл жерде қазақтар жоқ микрорайонда. Тек қана орыс тұрады. Сен неғып отырсың, кімсің мұнда, кет әрі деп қуып жіберді орыстар. Сосын 96 жылы мен 2-ші микрорайоннан Алматыда үй сатып алған кезде, таңертең подъезден шығып келе жатсам, есік алдында апалар отыр екен, ыңғай орыс апалар. Сен неғып жүрсің мына жерде деп сұрады. Амандасып едім. Сен неғып жүрсің деді, бәрі ала көзімен қарап. Мен осы жерде үй сатып алдым дедім, біздің микрорайонда, біздің үйде қазақ тұрмайды деді. Сөйтіп маған ала көзімен бәрі қарады. Қалай сен кіріп кеттің деп. Біздің микрорайонда бірде бір қазақ тұрмайды дейді. Микрорайонда қазақ тұрмайды дейді. Біздің үйде де бір қазақ тұрмайды дейді. Вот солай болған. Сөйтіп қазақтар пропискаң жоқ болса жұмысқа тұра алмайсың. Жұмысқа тұратын тек қана стройка, завод. Ол жерде временный прописка 7 жыл дейік. 7 жыл істеуің керек, квартираның очередь тұру үшін. Сол очередьке тұрасың, одан кейін тағы 5 жыл, 6 жыл жұмыс істеуің керек кемінде үй алу үшін. Сонымен қазақтар шыдамайды, кетіп қалады ауылға. 10 жыл жұмыс істеп кетіп қалып отырады. Оның орнына жаңадан келіп отырады, сөйтіп үй алмайды қазақтар. Енді 91 жылы егемендік алғаннан кейін 90 жылдың ортасында частный компания дегендер пайда болды, жеке меншіктер. Сол кезде ауылдан келген қазақтар уже базарға, жеке меншік компаниялар кіріп кетті, пропискасыз, сөйтіп кіре берді. Сөйтіп кіріп алды. Қазір Алматы қаласында 80% қазақ тұрады. Ол кезде 80 жылдары 90 жылдың ортасына шейін 5% қазақ тұрған. Қазір Алматыда 80% қазақ тұрады, бірақ барлығы орысша сөйлейді. Міне осылай. Бізге Совет Союз кезінде 80 жылдары қалаға келгенде орысша сөйлей деп айқайлайтын. Неге қазақша сөйлеп тұрсың, орысша сөйле деп орысшалап айқайлайтын. Қазір оларға ешкім айқайламайды, өйтіп орысша сөйлейді, бірақ өздері бәрі орысша сөйлейді. Бір орысша сөйлегенде бір керемет дәреже санайды ғой деймін. Бір сонда бір керемет болып кететін сияқты, ой, бір керемет адам болып кетеді орысша сөйлеп тұрса. Қазақша сөйлесе бір адам болмай қалатын сияқты. Енді 1961 жылы Алматы болғанда Қазақстанның жаңағы бірінші басшысы Қонаевты алып тастап, орнына Юсуп деген ұйғырда келді ғой бір жылға. Сол молодец екен ұйғыр Юсуп деген. Бір жылдың ішінде бар ғой, 30 жыл Қонаев істей алмаған істеп кетті ұйғырларға. Қытайдан бәленбай мың ұйғырды алып келді да, Алматыда беретін, енді бәрін үй бере алмайды ғой. Алматының маңайына жер участоктар берді, бәрін үй салып берді. Бәленбай мың ұйғырға, 10 мың ба, 20 мың ұйғырға. Мысалы Заревосток дейді, төмен жағы. Төмен үй бәрі ұйғыр тұрады. Татарка дейді, ұйғырлар тұрады. Мына жағында Дружба дейді, Қаскелең жағы, поселок Дружба, бәрі ұйғыр тұрады, частный топ. Сосын Аль-Фарабиден жоғары қарай совхоз Алатау дейді, бәрі ұйғыр тұрады. Соның барлығына жер алып, үй салып берді. Міне қандай молодец адам. Өзі халқына, ұлтына жаны ашитын адам. А бізге сол кезде қазақша сөйлеу, не то что жаңағы анау қазақша сөйлеуге болмайды, үй бермейді, өз астанаға кіруге болмайды. Қазақтың астанасы, орыстың баспанасы, ұйғырдың ашханасы деп сол кезде айтушы еді. Сол тура солай болды, қазаққа кіруге болмайды. Мен талай үйлерді араладым, бір сондай бір жаңағы тапсырма беріп,
біреуге көмектестім, есімде жоқ. Бір үйлерді тексердік, мектепке баратын балаларды бар ма екен деп жаңағы 3 үйді аралап шықтық, бүкіл үйдің есігін қағып. Бір қазақ шықпады ғой, 3 үйден. Кейін мен кей кезде военкомат шақыратын, повестка тарат деп, әскерге балаларды шақыруға. Сонда мен жұмыс, стройкада істеймін ғой, жұмыс ауыр. Сосын кей кезде өзім айтамын, давай мені шақырыңдаршы деп. 10 күн жүрем, повестка таратып, жеңіл ғой стройкада істегеннен гөрі. Стройка ауыр, сменмен істейсің, күні-түні істейсің, үй саласың, ауыр жұмыс. Сол үйді салған кезде үй салып боламыз, 3 подъезд үй саламыз, 3 айда бітіреміз. Келесі жанындағы үйді бастаймыз, ана үйге көшіп келіп жатады, қараймын, бір қазақ көрмейді ғой. Көшіп келіп жатқан кісілердің ішінде бір қазақ көрінбейді. Әрі қарай келесі үйді саламыз, мына үйді тапсырамыз да 3 айдан кейін қарап тұрсаң, мына үйге кісілер көшіп келіп жатады, бір қазақ кіріп жатқанын көрмейсің ғой. Сол жаңа повестканы таратқан кезде де үйлердің барып есігін қағасың, повестка бересің, бір қазақ көрмейсің ғой үйлерден. Сондай болған. Қазаққа, Астанамызға, Алматыға совет заманында кіруге рұқсат жоқ еді. Ешқай жерге жұмыс қалмайды, тек қана стройка, завод қалады, сонымен бітті. Ауыр жұмыс дейсің, жеңіл жұмысқа алмайды. Сондай болған. Бүкіл рабочий обществоның бәрі толған қазақтың. Толған қазақ, бір басқа ұлт жоқ. Тек қана қазақ. Сөйтіп қаланы салдық, қаншама микрорайон салдық. Жетісудың барлығын салып шықтық біздің АДК. Жетісу 2, Жетісу 3, Жетісу 4-тің барлығын біздің бригадалар АДК салып шықты. Кейін жұмыс істеп келе жатқан кезде 96 жылы біз частный компания болып кеттік, базис болып кеттік. Базис болып шыған келдік. Үйде берген жоқ бізге. Мен афганец инвалид болсам үй алған жоқпын. Жаңағы базис компаниясынан бірақ шықтық. Студенттерді оқуларын бітіргеннен кейін распределениемен басқа жақтарға жіберетін, ауылдарға, басқа қалаларға, бірақ Алматыда қалдырмайтын. Мына Астана қаласында да 80% қазақ тұрады, бәрі орысша сөйлейді. Әсіресе балаларымен, немерелерімен, үлкендер тек қана орысша сөйлейді. Өз-өздерімен үлкендер қазақ сөйлейді, балаларымен бір қызық, тек қана орысша сөйлейді. Солай бір тапсырма беріп қойған сияқты біреу. Балаларыңды, ұрпағыңды құртыңдар, қазақ қылмаңдар, қазақша сөйлемеңдер деп сондай бір тапсырма беріп қойған ба сендерге, түсінбеймін.